Видео сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз практикалық есептерді талдайтын боламыз. Бізде бірінші практикалық есеп. Біз осындай бөлшек функция берілген. Енді біздің шегіміз x-ке ұмтылған кезде бізде функцияның шегі қандай болады. Егер біз бірден қоятын болсақ, онда бізде белгісіздік пайда болады, анықталмаған шексіздік бөлінген шексіздік. Енді біз бірінші теореманы қолданамыз. Осылай мөлшерлеп бөлеміз қосындысы ретінде. Сонда бәрі қысқарады да, сонда мынау бізде бір болады, қалғанда 0 болады. Енді екінші практикалық есеп бізде функцияның көбейтіндісі берілген. X 2-ке ұмтылған кездегі функцияның шегін табуымыз қажет. Жаңа екі теорема қолданамыз, яғни біз оны әрқайсының шегін табайық. Сонда бізде 3x қосылған 1, x квадрат азайтылған 2. Сонда бізде үшін оны 2 көбейтіп қосып 1 болған кезде 7 болады да, ал 2-ның квадраты минус 2 тең болады 2 жазылмай кетті, 14 болады. 7 көбейтілген 2 тең 14. Енді үшінші практикалық есепке көшейік. Бізде бөлшек функция берілген, яғни соның шегін табайық. Енді соның несін шығарайық. Бізде үшінші теореманы қолданамыз. Сонда үшінші теорема бойынша бізде орнына қойсақ 3-дің квадраты минус 1, 3 қосылған 1, 8 бөлінген 4 тең болады 2. Енді бізде тамаша шек болады. Бізде синус 3x бөлінген синус 2x. Егер орнына бірден қойсақ 0 бөлінген 0 анықталмаған шығар. Яғни біз бұл жерде тамаша шекті қолдануымыз қажет. Мынаны былай шығару үшін бізде 3 көбейтілген 3 мына жерде коэффициент қояйық. Сонда бізде мынау 1 болады да, мынау да 1 болады. Сонда 3 бөлінген 2 тең болады 1,5. Енді соңғы практикалық есепке көшейік. Бізде лимитіміз мынаны ұмтылған кездегі функцияның шегін табуымыз керек. Бізде есептің шешімі болса, бізде 5 бөлінген x болып тұр. Яғни бізде екінші тамаша шек бойынша 1 болу керек. Сол 1 болу үшін бізде дәрежесіне x 5 деген дәрежені шығарайық. Анан x-ті келтіру үшін 5 келтіру үшін x бөлінген 5 шығаруымыз керек. 1 келтіру үшін. Сонда біздің 5-дің дәрежесі болады да. Сонда біздің шегіміз экспоненті болады да, экспоненттің 5 дәрежесі шығады екен. Қорытынды бізде шектер туралы теоремалардың түрлерін қарастық, және бірінші, екінші тамаша шектерді зерттедік. Назарларыңызға рахмет. Құрметті математика серік қауым. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, астыға комментарий жаза кетіңіздер. Енді келесі видеомыз аналитикалық геометрияның 5-ші лекциясы, екінші кеңістікте берілген екінші ретті фигураның түрлерін қарастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Құрметті математика серік қауым, сау саламатта болыңыздар.